Хейо достар, менің атым Даник, және бүгін біз сіздермен міне в тему. Және бүгін мен сендермен осы джиптан немесе внедорожниктан ең тез жүретін внедорожник жасайтын боламыз. Әлі ешкімде көрмегендіктен білмеймін, осыны джип жасағым келіп тұр, Мерседеске ұқсайтын. Ал енді бастайық. Біріншіден машинаға отырғаннан кейін тюнингіне кірейік. Нақты вехикулге меню деген не ғой? Тренер менде. И осы жерден бастайық. Бірінші дөңгелектерді ауыстырайық. Спорт дөңгелектерін қойық. Мынау жарасатын өзіне әдемісін қойып қойық. Так. Мынау әдемі дисктар сияқты. Осы или осыны қойсақ қалдырып. Сразу дисктің цветін қара қылайық. Әдемі көрінеді. Екіншіден двигатель негізі жасаудың пайдасы жоқ деп ойлаймын, өйткені білмеймін, ақта қымықтырақ жасайтын зат бар. Тормозды қоя берейік, трансмиссияны қояйық, клаксон ауыстырмай қойып, подвескасын төмен түсіріп тастайық, кішкене спортивный болсын. Броня керек емес, Paint, Windows, терезелер тонировка жасайық, әдемірек болады. И экстрас. Бұл не экстрас? Турбина қойсақ, ксенон қоя салайық. Енді ең маңыздысы нақты HP деген зат бар, машинаның мощностьін көтеретін. Біріншіден 100 деп жазып көрейік. 100-дің өзінен қатты жетеді. Наны торку дегенді 10-ға қоя салайық. Және максимальный скоростьін 350 деп көрейік біріншіден. Ал енді машина ұшады. Цветін өзгертейік. Зеленыйдан primary дейді. Классик. Carbon black. Қара қатты жарысады екен, қап-қара үлкен тонированный. Ал достар, енді жүруді бастап көрейік, жай-жайлеп. Оны бұқсаға түсереді ғой. Дрифт. Қалай жүреді? Жай. Соқыспа. Соқтым. Жөне алайық. Бізге енді тік жол керек, көріп алу үшін қалай жүретін болу керек емес. Ремонтталайық та. 100-ден асса да бұқсаға түсте береді ғой. Өткетейін ақтан. Тік жолда басып көрейік ал енді. 100 бұқсаға жетатыр. 200-ге бұқсаға жетатыр. 200-ден ассам да бұқсаға түсте береді ғой. 500 оны. 0-ден 100-ге ең бірінші басып көрейік. Газ басып кетті. 50, 100, 150, 200, 250, 300. Бұқсаға түсері. Әлі бұқсаға жетір. Тоқта. 350 максималкасына келдік. Бұрылмайды машина. Әрен дегенде бұрылды ғой. Бұны сонда қазір разор жасаймыз. Максимальный скоростьін 350-ден 500-ге қойып көрейік. Жүре ма, жүрмей ма? 500 деп қойық. Ал енді кеттік. 100, 150, 200, бұқсаға жетатыр ма? Қалай бұқсаға? 300, 350, машина. Так, ну ладно. Мен машинаны басынан бастаймын мен қазір сонда. Ал енді мынандай диск қойып көрейік. Енді қара қылайық жаңағыдай қап-қара қылып. 5 жасап көрейік қазір. И максимальный скоростьін 500 қылып көрейік. Айтпақшы, бұқтай машинаның дауысын өзгертуге болады. Нақта қалаған машинаның дауысын қойуға болады, мысалы. Плейтит. Дауысы. Бірінші рет қойып тұрмын дауысын. Дауысы күшті ғой. Бас енді кеттік. 100, 150. Жауып түсек. Қайтып соғып алдым ма, қайтып соқтым. Машинам жоқ болып кетті. Сен кесірден ешек. Гелендваген қалай жеткен енді. Кеттік. Жайрек жүрет сияқты. Жоқ. Бас кеттік. 100, 150, 200. 200. Сәл жайрек жеткен. 200.
бұны тоқтаңыз, мощностін өзгертейік. Менюға кіреміз де мынаны 1000 деп көрейік. Ал енді қалай жеткен? 150, 200. Мә, мынау вообще буксовать ете береді. Ай, соқса өледі қазір. Мә, өлген жоқ. Мына бәрін өлтіріп кетті. Мә, мынау вообще тоқтамай буксовать ете береді. Нақтын түсіп. Ай, ал енді қайтып басақ. Ну, кет. 50, 100, 150, 200, 300, 400. 400-ге дейін келді мына жана. Капец. Нақты ары бетіне өтіп алайық. Мәшелер қалай ұқсайды ма? Білмеймін осы. Мәшелер болмағанда кет 200, 250, 300. Ай! Блин, өліп қалды қайт. Ё-майо. Спаунердан бір қандай машина жасаса болады. Анау компактысы бар ғой, кішкентай. Ал емес, ол емес. Анау шыны. Осы керек, пантол. Пантол енді осыған енді тюнинг жасап керек. Қалай жеткен ма? Оңға қой көрейік. Бұл дрифтовать етеді оны. Кет. Жаңағы жолға барайық. Мә, вообще тік жүрмейді мынау. Жай. Тая береді. 150-ге неге бір. Бұның дауысын өзгертсайықшы. Соқты ғой. Мына машинаның дауысы шықса, X-а дейін. Мә, кішкентай машинада сондай дауыс. Мынаны 1000-ға көрейік. Қалай жеткен ба? Тай кетті. Сразу таяды ғой. Өткізернерші. Мәші не көбейіп кетті ғой. Ал бастады. Кетті 200. Мә, жоно тай кетеді. 50, 100, 150. Жоно жүрмейді тұрсы. Ал достар, сендерге осы видео ұнады деп ойлаймын. Өткен мынандай машина. Шашка жасап жіберейік мақта жолдан. Тайып кетті. Сынбады ғой шығар. Мен авторепейр қосып қойдым ғой. Ал достар, енді сендерге ұнады деп ойлаймын. Осы лайк басыңдар. Канал достарыма айттыңдар. Вот сендермен болған мен Даник. Бәріне пока.